ой тазалығы. Ой тазалығы. Сізбенен біз намаз оқимыз. Намазда тұрғанда ойыңыз жан-жаққа кетіп қалады, дұрыс па? Осы жерде қол көтеріңіз десе, осы жердегі көпшілік адам қол көтеретін шығар. Намазда ойыңызды толық бағындырып тұрасыз ба? Жоқ деген адам қол көтерсінші. Намазда ойымды бағындырамаймын, ой келе береді деген адам. Көп қой. Көп адам ұялып та отырған шығар. Оны жасырудың қажеті жоқ. Бар нәрсе. Ең қарапайым нәрсе. Астағфирулла деген сөз Алладан кешірім сұрау. Сіз 10 рет көзіңізді жұмып болсын, астағфирулла деген сөзді 10 рет еш нәрсе ойламай айта аласыз ба? Көп адам айтамайды. Көп адам айтамайды. Неге? Өйткені ойының тазалығы жоқ. Бұл күнәнің белгісі. Бұл күнәнің белгісі. Ойды тазалайтын нәрсе зікір. Ақыл ойды тазалайтын нәрсе зікір. Сол үшін Құранда таңнан кешке шейін зікір айтыңдар деген. Сол үшін пайғамбарымыз тілің қалай сулы болып тұрады, солай аузың зікірден босамасын дейді. Бекерші болмаңыз. Әрдайым зікір айтып жүріңіз. Білген сөзіңіз, субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, пайғамбарға салауат айтыңыз. Зікірден тіліңізді босатпаңыз. Оның пайдасы көп. Біріншіден айтқан сөзіңізге сауап. Екіншіден ойыңызды жинауды үйретеді. Ойыңызды жинауды үйретеді. Бір нәрсе ойласаңыз, ойыңыз далаға кетпейтін бір нәрсеге қарайтын боласыз. Намазда тұрғанда ойыңыздың бұзылмауына себепкер болатын да баспалдақ осы зікір. Зікір баспалдағынан өтсеңіз, намазыңыз таза болады. Сол үшін намаз жәннаттың кілті. Намазыңызда тұрғанда ой ойламайым десеңіз, сізге ойдан қууды жәрдем керек болса, зікір айтыңыз.